Баршаңызға сәлем. Мен сіздерге бүгін печкада дайындалатын, ішінде пияз қосылған, өте қатпарлы, керемет дәмді болып пісетін қаттамалының жасалу жолын көрсететін боламын. Міндетті түрде видеомды мұқият қарап алыңыздар, және де көріп тұрғандарыңыздай қатпарлары өте көп, дәмі тіл үйіретін қаттама. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен қамырын дайындаймыз. Ол үшін бізге жылы сүтке жылы суды құйып алып, үстіне тұз саламыз. Тұзымыз кішкене ерігенше араластырып, үстіне бір жұмыртқаның ағын саламыз, сарысын бөлек алып қоямыз. Үстіне ұнды салып, қолмен жақсылап қамыр илейтін боламыз. Қамырды басы біріккеннен кейін де 3-4 минутқа бөліп, жақсылап осылай илеу керек қыздар. Бетін жауып, екіге бөліп 15 минутқа тындырып қоямыз. Ол уақытта ортасына начинкасын дайындаймыз. Ол үшін бізге кәдімгі простой пияз бен жасыл көк пияз керек болады. Екеуін жақсылап турап алып, бұрыш тұзын қосып, қолмен мыжғылап алатын боламыз. Жаңағы қамырымызды жұп-жұқа етіп осылай жайып шығамыз. Барлық жеріне біркелкі етіп, сары май немесе мен сияқты қойдың майын қолдансаңыздар болады. Жағып шығасыздар. Үстіне начинкасын саламыз. Начинкасын молырақ қылып салыңыздар, сонда дәмі өте керемет болып піскен кезде солай шығатын болады. Енді екінші қамырды да дәл осылай бетіне жабатын боламыз. Қыздар, естеріңізде болсын, самса пісірген кезде де бір қамырды емес, екі қамырды бірін үстіне бірін қойып орасаңыздар, қатпарлары өте көп, әдемі болып шығады. Сондықтан да менен лайфхак осыны жаттап алыңыздар. Екінші қамырдың да бетін жақсылап майлап, үстіне начинкасын салып шығамыз. Қыздар, менің арнамда майға піскен, печкада піскен әртүрлі қаттамалардың рецепттер бар. Міндетті түрде сізге арнам ұнап жатса жазылып алып, Қазақша каналдың дамуына үлес қосыңыздар қыздар. Осыны орап шығамыз. Жаңағыдай тартып, кәдімгі самсаның қамырын қаттаманы ораған сияқты барлық жерін бірдей етіп орап шығамыз. Бұл бізде бір қаттама емес, екі қаттама болады. Егер де үлкендеу қаламасаңыз, үшеу жасасаңыздар да болады. Ортасын екіге бөліп, ешқандай холодильникке салудың қажеті жоқ, күтудің де қажеті жоқ. Қолмен немесе оқтаумен жаясыздар да печканы қыздырып қойып, табаға салып, бетіне осындай жұмыртқаның сарысын барлық жеріне бірдей етіп жағып шығамыз. Негізі жұмыртқаның сарысының орнына қарапайым айран жақсаңыздар да болады. Сол кезде беті әдемілеп қызарып шығады. Бірақ барынша жылтырасын десеңіздер, жұмыртқаның сарысын жағыңыздар. Үстіне осылай вилкамен узор беріп шығамыз. Сол кезде әдемі болып шығады. Көріп тұрғандарыңыздар, қыздар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Арнама жазылмаған болсаңыз, міндетті түрде жазылып, осындай видеолар сізге ұнайтын болса, комментарий жазып кетіңіздер. Және де осы видеома, әр шыққан видеоларыма лайк басып тұруды ұмытпаңыздар. Бірінші көру үшін менің видеоларымды міндетті түрде жазылған болуыңыз керек. Сондықтан да арнама жазылғаныңыздар. Соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Ас болсын қыздар.